Абайдың қара сөздерінде әңгімеленетін басты мәселе оқу, өнер білім, тәлім тәрбие жүйелері. Абай бұл мәселені өзінің қара сөздерінің көпшілігінде-ақ әңгіме қылады. Бұған соқпай кететін өлең де, қара сөзі де аз. Қара сөздерінің 20 шақтысы осы ағартушылық пікірді қозғап отырады. Олардың ішінде 2-ші, 8-ші, 25-ші, 32-ші, 33-ші, 37-ші, 38-ші, 43-ші сөзі оқу, өнер білім мәселесін көбірек қозғайды. Абайдың қара сөздері оның ағартушылық пікірін айқын танытатын еңбектер. Жазушының бұқарашылдық идеясының тиянақты тұрғысымен биік сатысы. Ол қара сөзінде оқу, өнер білім мәселелерін өте жоғары бағалап, өнер білімсіз надандыққа қарсы шығып отырды. Адамның санасы бірінен бірінің озықтығы, осы білім асып, өнер артқандықтан білінеді деп, оны адамшылдықтың өлшеуші ретінде түсінді. Абайша ақыл, ғылым, ар, мінез кімде басым, сол адам артық және бағалы. 18-ші сөзінде тегінде дейді Абай, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақмақшылық. Енді қарап тұрсам, дейді Абай, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагер жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Осы қасиеттерінен олар қазақтан озық жатыр дегенді айтады. Сондықтан қазақтың өзбекті келеке ететін орны жоқ. Ол халықпен дос болып, үлгі-өнеге үйренуге шақырады. Абай адамға, қоғамға пайдалы, тұрмыс керегіне асарлы оқуды жақтайды. Оқу елдің ілгері басуына жәрдемдесерлік, замана талабына сай келерлік, өмірге пайда келтірерлік, шындыққа жеткізерлік, әр нәрсені жете танытарлық оқу ғылым болу керек деген талап қояды.